Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы электр тоғының жылулық әсері, Джоуль-Ленц заңы. Сабақтың мақсаты Джоуль-Ленц заңын есептер шығару үшін қолдану. Электр тоғының бар екенін, оның жылулық, химиялық, магниттік және биологиялық әсерлері бойынша білуге болады. Осы әсерлер арқылы электр тоғы, нақты айтқанда, электр тоғының көзі жұмыс жасайды. Мысалы, тоқ өткенде өткізгіш қызады, соның салдарынан олардың ішкі энергиясы өседі. Ал өткізгіштің ішкі энергиясының артуы тоқ жұмысының есебінен жүреді. Осы жұмысты есептейік. Сонда электр өрісі А тең Q көбейтілген U, яғни жұмыс өндіреді. Электр тоғының жылулық әсерін күнделікті өмірде қолданамыз. Мысалы, плиткада тамақ пісіреміз, үтікпен киім үтіктейміз, немесе шайнекті тоққа қосу арқылы шай қайнатамыз. Сонда электр тоғы жұмыс атқарады. Тізбектің сыртқы бөлігіндегі зарядтардың орнын ауыстыратын кулондық күштердің жұмысы тоқ жұмысы деп аталады. Тізбектің бөлігіндегі электр тоғының жұмысы осы бөліктің ұштарындағы кернеудің тоқ күшімен жұмыс істеуге кеткен уақыттың көбейтіндісіне тең. Өлшем бірлігі Джоуль. Қуат бірлік уақытта тізбекте атқарылған тоқ жұмысына тең физикалық шама. Өлшем бірлігі ватт. Тоқтың қуатын анықтауға арналған аспап ваттметр деп аталады. Тоғы бар өткізгіштің бөлінетін жылу мөлшері тоқ күшінің квадратына, өткізгіштің кедергісіне және уақыттың көбейтіндісіне тең шама. Q тең A тең I квадрат көбейтілген R көбейтілген T. Бұл Джоуль-Ленц заңы деп аталады. Өткізгіштен тоқ өткенде бөлінетін жылу мөлшерін бір-біріне тәуелсіз ағылшын ғалымы Джоуль мен орыс физигі Ленц зерттеген. Келесі есептер шығарайық. Берілгені: электр плитканың кедергісі 80 Ом, кернеуі 220 вольт. 6 сағат ішінде плитка қанша жылу бөледі? Берілгені: R тең 80 Ом, U тең 220 вольт, T тең 6 сағат. Жылуды табу керек. Бұл жерде Джоуль-Ленц заңын пайдаланамыз. Яғни формуласы жылу мөлшері тең болады тоқ күшінің квадраты көбейтілген кедергі көбейтілген уақытқа. Балалар, бізде тоқ күші берілмеген. Сол үшін тоқ күшінің Ом заңына байланысты формуласын аламыз. Яғни I тең U бөлінген R. Сан мәндерін орнына қоятын болсақ, жылу мөлшері 3,63 киловаттқа тең болады. Енді оқушылар осы кері байланыс парағы арқылы ақпарат алды, нені білдім, қандай қызықты нәрселер білдім, нені түсінген жоқпын деген сұрақтар бойынша кері байланыс жасасаңыздар. Сау болыңыздар.